Сәлем, Айзере. Сәлем, Іңкәр. Сен киноға түскенде қандай киноларға түстің? Мен кино үзінділерге түстім. Саған қиындық туғыздырды ма бұл? Кішкене қиындықтар болды. Сен қандай рөлді ойнадың? Мен ақымақ қыздың рөлін ойнадым. Ал киноның жанры қандай болды? Комедия. Киноның қандай тәрбиелік мәні бар? Тәрбиелік мәні ол ақымақ болмау, және де ол жерде алданбау ешкімге. Мен ақымақ қыздың рөлін ойнаған кезде мен ол жерде ешкімге алданбау екенін түсіндім. Офис қалай? Жақсы вот. Сен неге осы жерде стрим жасауды шештің? Офисқа көрнектілік жасағым келді. Оның дұрыс қой, бірақ қызықсыз болып қалмай ма? Креативті бір нәрсе ойлайық. Кімде қандай идеялар бар? Осы офисті әкемнен 2 сағатқа ғана алдым. Қазір ақылдылық модада. Мүмкін шахмат ойнармыз. Керемет! Ішпұсарлық қой. Қызықты қылып жасауға да болады. Онда біз шалбанға ойнайық. Ойнайық. Сосын ренжіп жылап жүрме. Сен тағы да алда киноларға түсуге жоспарларың бар ма? Я бар. Мені тағы да алда өте көп киноларда көресіздер.